Бүгін 23 ақпан 2025 жыл. Міне мен бүгін Зеркүл апаның буфетіне реставрация жасауды қолға алдым. Бүгін бастаймыз. Нәтижесін көрсетеміз сосын. Міне Зеркүл апаның буфетінің реставрациясын бастадым. Ол үшін бірінші мынандай құрылыс фенімен қыздырып аламыз. Бетіне жағылған бояуды. Содан кейін оны шпателмен қырамыз. Міне осылай жұмысты жалғастыра береміз. Мен қазір бір қолыммен фенді ұстап қыздырып тұрып, екінші қолыммен шпательмен қырып отыруым керек. Мен видеоға түсіргеннен камераны ұстағандықтан, бір қолыммен камераны ұстағандықтан дұрыс жұмыс жасай алмай жатырмын. Осылай жұмыс жасай бересін. Қыздырып тұрып, бірден қырып отырса, оңай қырылады. Осылай жұмысты жалғастыра беремін. Ручкасын бүйтіп, отверткамен бұрап алып алайын деп жатырмын. Сосын мынаны растворительге салып, краскасын кетіріп, тазалап, сөйтіп барып қайтадан орнына қою керек. Мына ручкасын алдым, алтын қасап қойдым. Сосын растворительмен краскасын бәрін кетіріп тазалаймыз. Енді мынау мынаның шпондарын бәрін алып тастап жатырмын. Барлық жері түсіп қалған, көп жері түскен. Астындағысы мынандай ағаш екен. Жұлым болып тұрғанша деп одан қайта алып тастап жатырмын. Мынандай қыздырып алам. Сосын мынандай қылып шпательмен бүйтіп алып тастап жатырмын. Міне қазір мынандай қалыпқа келтірдім кішкене. Мынандай жұмыс жасадым. Осындай мына шетінде тазаладым. Жартысы қалды. Мына жағынан шамал ғана жасалды. Енді қалған жұмысты Алла бұйыртса ертең жасаймыз. Бүгін 24 ақпан 2025 жыл. Мына мен шеберханама келдім. Мына реставрация жасап жатқан буфетінің жұмысын жалғастырайын деп, кеше осындай жұмыстар жасап кеткем, жартылай. Енді бүгін осы бетіндегі краскілерді алу жұмысын жалғастырамыз. Нәтижесін көрсетемін. Бүгін 29 наурыз 2025 жыл. Міне мен Зеркүл апамның сервантын өңдеп жатыр едім. Сыртындағы краскілерін кетіріп, содан біраз уақыт тоқтап қалдым. Енді бүгін соны қайтадан жалғастырып жатырмын. Сыртының бәрін жасап біткем. Бүгін есігін алып тастап, ішіндегі краскілерін кетіруге жұмыс жасап жатырмын. Міне ол жұмысты былай жасап жатырмын. Мынандай фенмен күйдіріп, қыздырып, сөйтіп мына краскасын қырып жатырмын. Мына жерлерді тазалап бастадым. Осылай жұмысты жалғастыра берем. Жасап біткеннен кейін тағы да түсірем.
Міне мына қабырғасын, краскасын бәрін кетіріп біттім. Енді мына шлиф машинкамен шлифовать етіп жатырмын. Міне осындай бір қалыпты жұмыс. Осылай жұмысты аяқтағаннан кейін нәтижесін тағы да көрсетемін. Бүгін 31 наурыз 2025 жыл. Міне мен мынау сервантын әлі бітіре алмай жатырмын. Арасында басқа тірліктер болып қалып жатыр. Енді қазір мына шлиф машинкамен мына шлифовать етем. Содан кейін мына төбесі бар. Төбесін аяқтау керек. Есіктеріндегі қалған жерлерді аяқтау керек. Сонымен алла бұйыртса, морилкамен бояуды ертеңнен бастасам ба деп отырмын. Бүгін 1 сәуір 2025 жыл. Міне мен Зеркүл апамның сервантын өңдеу жұмысын жалғастырудамын. Өте қиын болып жатыр. Сонда да аяғына дейін жеткізейін деп жұмыс жасап. Краскасын бәрін кетіріп бітірдім. Шлиф машинкамен шлифовать еттім. Міне сыртының бәрі жылтырақ. Енді ішінің бәрін пылесостап шаңдарын кетіріп жатырмын. Содан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, одан кейін морилка жағуға кірісемін. Сервант кәдімгі таза ағаштан жасалған. Морилка жағып, ағаштың түсін келтіріп қоямыз енді. Өзінің түсі осындай қоңыр болған. Есіктерін бәрін бөлек алдым. Бөлек алып, бұларды бөлек өңдедім. Міне осылай морилка жаға береміз. Бәрін жағып біткеннен кейін нәтижесін көрсетемін. Мына морилканы да жағып шықтым. Осындай өзінің түсіне келді. Әдемі түс болды. Есіктерінде жағып кептіруге қойдым. Мынау есігіндегі ручкасын растворительге салдым сыртында. Краскасы кетсін деп оны тазалаймын. Сонымен бәрі кепкеннен кейін есіктерін орнына салып дұрыстаймыз. Бүгін 2 сәуір 2025 жыл. Міне мен Зеркүл апаның сервантында өңдеп өзінің қалпына келтіргендей болдым енді. Өзінің ағаш түсіне келтірдім. Енді мынау астындағы бөліктеріне өзінің фанері бар. Сол өзінің фанерін қоям. Есіктің үстіңгі жағына ол әйнек болады. Әйнектері сынған. Оның әйнектерін басқа әйнек қоямыз. Және мынау есіктерінде тұтқасы бар. Растворительге кеше салып қойғам. Оның сыртындағы краскасын бәрін андай босаған. Оның бәрін қырып алып жатырмын. Түгел алынып жатыр. Сөйтіп сервантқа қайттан болттармен бұрап орнатамын. Мына жерінде жазу бар. Міне завод Мета Ц Хрущева дейді.
Міне ручкасын да тақтым. Енді бұл серванттың ішіне мен Зеркүл апаның өзі қолданған заттарын қоямын. Ал мынау анамның өмір сүрген кезіндегі буфетке сол анамның кезінде өзінің ұстанған заттарын және сол кездегі болған ыдыстарды жинаймын. Және мынау астыңғы бөліктеріне өзімнің кезінде ұстаған, қазір сәннен шыққан ыдыстарымды және әпкелерімнің ыдыстарын жинаймын. Мына Зеркүл апамның сервантын осылай жабдықтап қойдым. Бұл жерде енді Зеркүл апаның көзі тірісінде өзінің қолданған 2-3 заты бар. Қалған заттың барлығы Зеркүл апамда болған еді деп өзімнің жинақтаған заттарым. Оның үстіне бұл сервантқа Зеркүл апамның баласы болып саналатын менің туған әпкем Жамал, Гүлстім және тұңғыш ағам Абдулланың да заттарын осы Зеркүл апаның сервантына қоямын. Ал мынау менің анамның буфетіне ұқсас буфетіме әкемнің көз тірісінде қолданған заттары және анамның өмір сүрген кезеңінде осындай заттар болған еді деп өзімнің жинақтаған заттарым және өзімнің заттарымды әпкем Гүлнар, бауырларымның заттарын осы буфетке жинаймын. Бұл жерде енді мынау менің әкемнің қолданған термосы, ал мынау әкемнің інісі Өмірзақтың әйелі Манаттың қолданған құмғаны. Ал қалған заттың барлығы өзім осындай қолданған едім, әкем мен шешем осындай қолданған еді деп жинақтаған заттарым. Мынау ермегінімнің шәйнегі, мынау әкемде осындай аққұман болған еді деп жинаған аққұманым. Енді бұл жерде менің әкемнің көз тірісінде қолданған затынан термос қана болып тұр. Және мына шкатулканың ішіндегі мынау моншақ қана. Менің анамның моншағы деп Амангүл әпке берген. Осы зат қана болып тұр. Қалғанның барлығы сол кезінде осындай қолданған шығар деп жинаған заттарым. Мына жердегі енді Зеркүл апаның көз тірісінде қолданған ыдысы мына жасыл, бізде леген дейді, жасыл табақ, және мынау қоңыр табақ дейміз, қоңыр леген дейміз. Саморын Гүлсім әпкенікі, аққұманда Гүлсім әпкенікі. Ал мынау Маян атаның кезіндегі шкатулкасы. Мына жердегі тарелкаларда Зеркүл апамда осындай тарелкалар қолданушы еді деп жинақтағам. Ал мынау шай кеселер бұл Гүлсім әпке берген. Мынау үлкен аққұман мен кесені менің енемде болған. Мына бұл шайнекті де әкеп қойдым. Бұл 5 литрлік, негізі апамда бұдан да үлкен 7 литрлік болған, және оның түсі көп болған еді. Осылай 2 буфет пен сервантты жабдықтадым. Тағы да ыдыстар табылып жатса, жинақтап толтыра береміз.